ол енді түркі халықтарының мол сарқылмас қазыналарының бірі, мәдени рухани қазынасы. Ол түркі халықтарының қазақ, ноғай, башқұр, түркмен, қырғыз, өзбек, алтай халықтарына дейін тараған кең алтын орда немесе жош ұлысы империясының құрамында болған халықтардың бай мұрасы болып саналады. Шамамен 14-15 ғасырларда жазылған жыр халық ауыз әдебиетінің бір керемет әлемдік үлгісі. Қазіргі таңда осы едіге бойынша, ғалымдардың айтуы бойынша 40-тан астам нұсқасы бар дейді. Әр ұлттың өз ұлттық нұсқасы бар, және сол ұлттың ішінде де бірнеше нұсқалар бар. Аталып, қазіргі таңда Қазақстан ғылым ордасы ұлттық кітапханасының қорында, сирек қолжазбалар қорында 17 нұсқасы сақталған. Әлі де халық арасында жоғалған немесе әлі де жазылмаған нұсқалар болуы тиіс. Әрине, олардың желісі бірін-біріне ұқсас, дегенмен де өзіндік айырмашылықтары да бар деген сияқты. Едіге ол тарихи тұлға, ол тек қана жырда эпоста ғана кездеспейді, сонымен қатар тарихи дерек көздерде бірнеше географиялық ауқымы зор осы дерек көздердің шығу тегі бойынша. Атап айтсақ, ол парсы деректерінде, орыс деректерінде және еуропалық шығыс славян халықтарының деректерінде көп кездеседі. Едіге образы, бейнесі зерттелген, бірақ әлі де өзінің зерттеуін талап етеді. Себебі жылдан жылға сайын, ғасыр өте сайын осы едігенің нұсқалар көбейген. Ал осы нұсқалардың барлығын сопоставительный анализ етіп, салыстырмалы түрде зерттеу анализі әлі талдау жүргізілмеген нақты. Филологиялық, тарихи генеалогиялық анализ Шерпинскийдің әдісі бойынша осы әдіс әлі нақты жүргізілмеген. Сонымен қатар басқа да жаңадан шығып жатқан тарихи дерек көздерді салыстыру меніңше әлі де сол талап етеді. Енді едігенің өзіне келетін болсақ, едіге бұл тарихта Ноғай ордасының негізін қалаушы. Ноғай ордасының емес, Ноғай ордасының билеуші династиясының негізін қалаушы. Орданың өзін қалаған жоқ, оның осы Ноғай ордасын құрған әулеттің негізін қалаушы дейді. Ол 14 ғасырдың аяғында, 15 ғасырдың басында өмір сүрген керемет қарама-қайшы тұлға. Себебі тарихта оның кейбір халықтар үшін ол жағымды кейіпкер, кейбір халықтар үшін жағымсыз. Мысалы, татар халқының тарихнамасы үшін ол жош ұлысын, яғни Алтын Орданы күйретуге ықпал тигізген басты бір кейіпкер. Қазақ халқында ол жағымды кейіпкер ретінде қалған. Едіге ол алғашында тарихи қайраткер, қоғам қайраткері, саяси қайраткер ретінде Тоқтамыс ханның бекілер бегі болған. Жоқ, керісінше кейін бекілер бек болды. Оған Тоқтамыстың қол астында болған. Кейін Тоқтамыстан саяси қудалау кезінде Әмір Темірге барып, Әмір Темірдің қолдауына ие болып, кейін қайтадан билік үшін күреске түсіп, Тоқтамысты елден қуып, орнына қуыршақ хандар қойып, сол хандарды басқаратын сери кардинал дейді ғой, сол өзіне бекілер бек титулын алып, хандарды кезек-мезек шахмат фигуралар сияқты қозғалтып, саясат жүргізген мықты тұлға. Едігенің өмір сүру кезеңі, билікке келу кезеңі, жош ұлысын басқару кезеңі, жош ұлысының қайтадан түлеу, қысқа ғана уақытта түлейді. Біз тарихта білеміз, 1359 жылдан бастап 1380 жылға дейін дүрбелең кезең болады. Жош ұлысында хандар бірнеше рет ауысады, келте хандар келеді, тақталасып жүреді. Осы кезеңде жош ұлысының ішкі тұрақтылығы жойылып, мемлекет құруға шақ қалады. Осы кезеңде көршілес мемлекеттер күшейіп, соның ішінде орыс князьдіктері күшейіп,
бас көтеріп жатқан кезде қайтадан елді жинаған, жошы ұлысының қуатын көтерген, соңғы рет даңқын асырған осы Тоқтамыс пен Едіге. Тоқтамыс та біз тарихымызда үлкен фигура, оны да эпоста жағымсыз деп айтуға болмайды. Оның да өзінің тарихтағы рөлі бар. Ал енді Едіге осы ер Едіге эпосы осы кезеңді суреттейді. Яғни кез келген эпос ол тарихи жағдаяттарды, үлкен тектоникалық өзгерістерді тарихи жадында сақтап, өзіне бір рефлексия жасайды. Бұл қалай болды, не болды, жаңғырық ретінде кішкене өзгеріспен және қияли фантазиялық желістерді қоса отыра, көркем әдістерді қоса отыра, осы кезеңнің картинасы, полотносы, суреті. Қалай болды, батырларды, тарихи тұлғаларды дәріптеу деген сияқты. Яғни Едіге эпосы ол осы 14-ші, яғни 14-ші ғасырдың аяғы мен 15-ші ғасырдың басындағы жошы ұлыс ордасындағы, немесе ұлық ұлыс ордасы мемлекетіндегі ішкі сыртқы саяси процестерді бейнелейтін бір толыққанды дереккөз деп айтуға болады. Неге Едіге тарихшыларға маңызды? Әрине оны филологтар зерттеді, ал енді тарихшыларға неге маңызды? Себебі Алтын Орда мемлекетінің тарихын, оның оқиғаларын көршілес елдерден келген саяхатшылар көпестер суреттеді. Ал ішкі көзқарас, внутренний взгляд жоқ осы мемлекет бойынша. Яғни ішкі аутентикалық, яғни халықтың өзінен шыққан тарихшылардың немесе тарихи куәгерлердің пікірлері жоқ. Сондықтан да Алтын Орданың тарихы шет елдің сыртқы көзқараспен жазылып келе жатыр. Ал ішкі көзқарас қандай болды? Осы біз эпостардан алып, олардың нақты тарихи құндылығы бар деген деректерді алуға болады. Атап айтқанда, бірнеше фактілерді кездестіруге болады осы эпоста біз ол Едігенің шығу тегін біз сараптай аламыз, тарихи дерек көздерімен салыстырып. Сонымен қатар мемлекеттің атауы қандай болды? Сол кезеңде халықтың өзін қалай атады? Осы тұрғыда біз қазір кейін көп мәселені аңғарамыз. Мысалға, Ноғай деп атаған көре аламыз. Әрине, эпос бойы туралы шығу тегі бойынша өзінің дәстүрлі сұрағы бар, мәселесі бар. Эпос кімдікі, қай халықтікі? Татар халыққа біздікі, ноғайлар біздікі, қазақтар біздің жер деген сияқты көзқарастар бар. Бірақ эпос бұған жауап береді. Эпоста және көрнекті біздің тарихшымыз Шоқан Уәлиханов, одан кейінгі біздің жазушы Сәкен Сейфуллин, тағы да басқа Мұхтар Әуезов сияқты, Әлкей Марғұлан сияқты көрнекті ғалымдарымыз осы сұраққа ғылыми еңбектерінде жауап береді. Сол кезеңде халық өзін ноғайлы деп атаған екен. Ноғайлы кезең болған. Яғни ол кезеңде қазақ халқы жоқ, өзбек халқы жоқ, қырғыз халқы жоқ. Алтын Орданың өз атауы, өзі ұлық ұлыс ресми атауы. Оны біз жарлықтардан көре аламыз. Тоқтамыстың жарлығынан орыстарға, билеушілеріне берген жарлықтарында біз көре аламыз. Өзін ұлық ұлыс мемлекеттің билеушісі ретінде. Оны Шоқан Уәлиханов дәлелдеп шыққан. Ал ресми атаудан басқа өзінің бейресми атауы болады. Қандай жұрт? Ноғайлы жұрты дейді. Ноғайлы ауыр юрт дейді. Ноғайлының ауыр жұрты. Осы ауыр деген сөзді кейбір тарихшы маман араб жазуының ерекшелігі бұл қате болуы мүмкін, бұл өз деген сөз болуы мүмкін. Дауыссыз дыбыс араб қарпінде болмағандықтан, р мен з әрпі ұқсас болғандықтан, бұл жерде ауыр емес, өз жұрты деген. Сондықтан бұл әлі осындай зерттеулер талап етеді. Ал енді генеалогиясына келсек, яғни шығу тегін Едігенің. Бізде енді оның тарихы өте күрделі, қысқаша нобайлап айтып шықсақ, Алтын Орданың сол жошы ұлысының тарихын 20 ғасырға дейін негізгі дерек көзі ретінде
1414-18 жылдары жазылған еңбек парсылық тарихшы Натанзи деген Муин-ад-Дин Натанзидің еңбегі. Бұл еңбекті Василий Владимирович Бартольд дерек көзі ретінде пайдаланып, оған аноним Искандера деп ат береді. Себебі бұл еңбекті жаңағы Натанзи деген тарихшы Әмір Темірдің немересі Искандерге арнап жазады. Кейін Искандер өлгеннен кейін Искандер мен Шахрух немересі арасында билікке күрес болғандықтан ол осы еңбекті қайта редакциялап, атын өзгертіп, Мунтахабат Таварих деп қояды. Онда ол Шахрухты жамандаған жерлерін алып, керісінше Шахрухты мақтап жазады. Сол, яғни шынайылығы сын көтермейтін еңбек біздің тарихымыздың негізгі дерек көзі ретінде көрсетілді. Осы дерек көз біздің тарихымызды шатастырып жүрді. Соның қырсығынан бізде Алтын Орданың тарихына қатысты қисық түсінік қалыптасты. Алтын Орданың хандарының генеалогиясы туралы қисық түсінік қалыптасты, және кейін бізде Ақ Орда деген ойдан шығарылған мемлекет пайда болды. Ақ Орда деген мемлекет негізі болған жоқ. Ақ Орда Натанзиді оқыған кейін, мысалы 1826 жылы Ресей императорлық ғылым академиясы конкурс жариялайды. Осы моңғол шапқыншылық кезеңін, моңғольский ига кезеңін зерттейтін еңбекке үлкен сома конкурс жариялайды. Соған 1835 жылы австриялық ғалым Йозеф Хаммер фон Пурхшталь деген австриялық тарихшы еңбек жазып, 1800 бет. Бірақ ол осы Алтын Орданың тарихын жазған кезде жаңағы Натанзиді пайдаланады да, ол енді еуропалық тарихшы. Натанзидің деректеріне шүбәсіз сеніп, кейін осы еңбек, яғни араб парсы деректерін қайтадан Алтын Орда тарихына қатысты дерек көздерді жинастырған кезде 41 жылы Смизо деген еңбек бар, сборник материалов по истории Золотой Орды деген. Соған ол еніп кетеді. Сол еңбекке кіріп, Натанзи негізгі дерек көзі болады 20 ғасырға шейін. Неге бұл осы Натанзи бізге маңызды? Себебі 1937 жылы үлкен еңбек шығады, Распад Золотой Орды деген. Кітаптың өз атауында да негативті коннотация бар. Распад, құлау, көтерілу емес. Бұл кітаптың авторлары Греков пен Якубовский. Бұл кітап Сталиндік премияға лайық болады. Сондықтан да 37 жылдан кейін бұл кітапта Алтын Орда паразит мемлекет ретінде суреттеледі. Елді тонаған. Енді Алтын Орданы біз жазған кезде, Алтын Орданы Қазақстан тарихшылары ыңғайсыз ситуация келді. Қазақ хандығын Алтын Орданы таратуға ыңғайсыз. Себебі Алтын Орда, получается, Алтын Орда ол орыстарды, аға халықты, русский братты талқандаған. Аға халықты. Қазақтар бұлай осы схема бойынша орыстардан жоғары болу емес тарихтан. Керісінше орыстар бізге өркениет берді, бізге азаттық берді, мәдениетімізді дамытып жатыр. Сондықтан да біз тарихшылар, мына кітап Сталиндік премия алып отыр. 37 жылы тарихшы Санжар Асфендияров атылып жатыр. Тарихты жазу ойыншық емес, бұл тағдырды анықтайтын идеологиялық құрал. Сондықтан да олар кейін 41 жылы және 43 жылы или 41 ұмытпасам кітап шығады, история Казахской ССР деген. Панкратова, тағы басқа. Сонда олар мынандай концепт шығарады. Ақ Орда деген концепт. Ақ Орда деген мемлекет. Ақ Орда деген мемлекет болды деген концепт олар қайдан алады? Яғни Хаммер Пурхштальдан алады. Хаммер Пурхшталь Орда деген ұғымды мемлекет деп түсінеді. Орда деген негізі Шоқан Уәлихан дейді, Орда деген мемлекет емес, ол ханның ставкасы дейді. Отыратын ордасы, мысалы Кремль, мысалы қазіргі Астанадағы резиденция Ақ Орда. Ақ Орда деп біздің президенттік отыратын резиденцияны Ақ Орда деп атауды ұсынған, мысалы Ақселеу Сейдімбек. Ол қазақтың, яғни этнофлорасы, қазақтың мәдениетін білген адам. Ал Хаммер фон Пурхшталь
жаңағы Якубовскийлар, Грековтар ол түсінбейді. Сондықтан да осындай біздің тарихшылар сол кездегі Ақ Орда деген жалған тарих шықты. Содан бастап бізде қате түсінік қалыптасты. Ал Едіге жырында орда түсінігі мемлекет ретінде емес, именно кигіз үй, яғни үлкен хан отыратын жер ретінде, яғни Ақ Орданың ішіне кірдім дейді. Мемлекеттің ішіне кірді ғой. Бұл жерде бір кеңіс ғимараттың ішіне кіріп дегендей мағына береді. Осындай түсінікпен біздің негізгі қазақ хандығы Ақ Орданың мұрагері емес, қазақ хандығы Алтын Орданың мұрагері екенін түсіне аламыз. Бұл бір. Тағы да басқа Натанзи осы Едігенің де шығу тегін қисық көрсетеді. Балты шақтан тарайды дейді. Ал қазақтың, мысалы қазақ эпостарының басым бөлігінде тек біреуінде ғана басқа кейіпкерден, ал негізгі кейіпкерлер осы құтлық қиядан тарайды дейді. Басқа да аңыздар осы құтлық қия деп көрсетеді. Яғни балты шақ деп көрсетіп тұрған Натанзи ол парсы тарихшысы, яғни ол географиялық жағынан басқа жерде тұрған, шынайы мәлімет емес. Ал осы жерде эпосты біз жошы ұлысының тарихының нағыз дерек көзі ретінде қолдануға болатын біз түсіне аламыз. Совет кезеңде шежірелерге, эпос фольклорларға тарихи дерек көзі ретінде сынмен қарады. Керісінше осы ауызша деректердің орны жазбаша дерек көздерге ден қойды. Алтын Орда тарих бізде осындай дұрыс жазылған жоқ, және тіпті жазылған жоқ. Өйткені 40-шы жылдар ол кейін тыйым салынған тақырыптарға айналды. Ал енді осы Едігенің қалай зерттелді, сол тарихына келейік. Едіге бойынша Едіге жырын бірінші қағазға түсірген ғалым, жазушы Спасский деген жазушы Сибирский вестникті 1820 жылы орыс тілінде проза түрінде жазады, келтіреді, осындай жыр бар екен деп, және соны жазады. Кейін Хатско деген зерттеуші оны Лондонда шығарады, ағылшын тілінде жазып алып, Астрахань ноғайларынан. Кейін Шоқан Уәлиханов, негізі оның әкесі 1841 жылы Аманқарағай болысында жергілікті жыршылардан жазып, хатқа түсіріп, кейін Шоқан Уәлиханов оны жазып, оны орысшаға аударады. Ол 1904 жылы Шоқан Уәлиханов қайтқаннан кейін Веселовский Шоқан Уәлихановтың сочинение еңбегінде 1904 жылы Санкт-Петербург қаласында шығады. 1905 жылы, бір жылдан кейін профессор Платон Михайлович Мелиоранский Едіге жырын қайтадан басып шығарады, және оған алғы сөз жазып, оған талдау жазайды. Талдауында ол алғаш рет мынандай версия шығарады. Бұл жыр Ноғайдан тараған. Ноғай халық әскери ру тайпалары кейін Ноғай ордасында ыдырау жүрген кезде олардың әскерилері қазақтарға тарап, әскери қызмет атқарып, өздерімен бірге эпосты да таратқан дейді. Сондай. Кейін осы версияны Мелиоранскийдің шәкірті, Самойловичтің шәкірті, яғни немере шәкірті Фалев деген жас ғалым осы версияны одан әрі жалғастырып, яғни бұл жыр Ноғайдікі, қазақтар ноғайлардан алған деген версияны таратты. Бұл версияға әрине біздің тарихшылар, біздің зерттеушілер қарсы болды, оған жауап берді. Бірақ оған дейін осы Шоқан Уәлиханов, басқалары, Диваев сияқты зерттеушілер негізінен жинаумен ғана айналысты. Шоқан Уәлиханов анализ жасауға үлгермеді. Онда өзінде жоспар болған анық, өйткені ол өзінің жазады. Самый замечательный жыр — это Едіге деп.
кейін осы еңбекті жалғастырғым келеді деп. Бірақ әрине өмірі қысқа болғандықтан ол осы эпосты жазып үлгере алмады, зерттеп үлгере алмады. Бірақ осы едіге 20 ғасырдың басында зерттеу көп жүреді осы эпос. Басқа да жырлар, Шора батыр, тағы да басқа Қобыланды. Мысалға 1900 жылы Дала уәлаяты деген газет болды. Бұл өзі империялық газет, империялық билікті дәріптейтін, яғни орыс билігінде болу қазаққа дұрыс деген осы идеологиялық газетте Отын Шәлжановтың мәтіні шығады. Ол орта жүз деген бір күншік атпен шығарады, едігенің төресі деген. Бұл өте сюжеті өте ерекше, басқа едіге эпосынан бұл әңгіме. Бұл аңыз едіге қандай төре. Бұл біздің аңызда едіге бірнеше кейіпте кездеседі. Ол батыр, ол төре, ол данышпан, ол осындай ел басқарған деген сияқты. Мысалға, ел аузында Машқар Жүсіп мынандай сөз айтады, ел аузында мынандай сөз алған. Едіге деген ер екен, елдің қамын жер екен, ел шетіне жау тисе, мен шығамын дер екен деп. Яғни, едіге елдің қамын жеген. Батыр деген ол бір бәрақ ет, екінің бірі туады. Би деген ол ақ шариғат, елуден бірақ туады деп айтады. Яғни, осы жерде біз едігенің халық жадында қандай образы сақталған көре аламыз. Едіге билеуші емес, ең алдымен төре би. Яғни, оның титулы Беклербек болса, халық жадында ол би, төре. Яғни, едіге халықтың қамын жеген, яғни позитивті оң кейіпкер. Кейін осы образ 20 жылдар советтік билік кезінде күшті пайдаланылды. Яғни халық үшін феодал емес деген сияқты. Оған қазір келеміз. Едіге әрине тек қана қазақ халқында ол жағымды кейіпкер болған жоқ. Мысалға, ғалымдардың ішінде 1924 жылы Мұхамеджан Тынышпаевтың Сана журналында 7-8 сандары болу керек. 24 жылы советтік билік жаңа орнап жатыр. Едігені Алтын Орданы құлатуға кінәлі бірден бір авантюрист, айлакер, сондай саяси интриган ретінде көрсетеді, кінәлі көрсетеді. Мұхамеджан Тынышпаев былай қарасақ. Ал 3 жылдан кейін Қаныш Сәтпаев Мәскеуде көп үлкен көлемді данамен Күншығыс баспасында Ер едіге деген кітап шығарады. Қаныш Сәтпаевтың отбасын, туған туысқандарын еске алу бойынша бұл эпосты ол студент кезінен бастап қызыға бастаған. Негізі Имантай атасы да осы жырды жатқа білген адам. Қамыныш осы жырға құлағынан қанып өскен бала. Томск университетінде жүрген кезде осы Шоқан Уәлихановтың нұсқаларын кездестіреді. Сөйтіп миына сарт ете түседі, осы эпосты ол зерттей бастайды. Кейін осы Мелиоранский шығарған нұсқамен Шоқан Уәлиханов нұсқасын біріктіріп, бейімдеп, төте жазумен қазақша жазып шығарады. Сөз басын жазады. Кіріспе, вводное слово, пролог дейді. Совет заманында сөз басы өте идеологиялық құрал болды. Өйткені бірден оқу үшін оқырманды дайындап алу керек болды. Кітап не жөнді, және оны правильно надо настроить надо было. Шатаспау үшін, идеология жағынан дұрыс болу үшін. Қаныш Сәтпаевта да өз бір идеологиялық мақсаты болған сияқты. 25 жылдан бастап Сталиннің студенттері алдында сөз оқиды. Сөз шығыстанушылар факультетінде студенттерді оқиды. Сонда ол айтады. Енді халықтардың тарихын, әдебиетін зерттеу керек, олардың мәдениетін советтік мәдениетке айналдыру керек. Яғни, мазмұны бойынша ол пролетарлық болу керек, түрі формасы бойынша ұлттық болу керек дейді. Бірақ оның мазмұны пролетарлық болу керек дейді. Осыны Сталиннің посылын дұрыс ұғу керек болды. Сәтпаев дұрыс ұққан сияқты. Сәтпаев ең дұрыс ұққан адамдардың бірі. Ол бірақ оның
былай сөз басын оқысақ, оның сөз басы мазмұны да ұлттық, формасы да ұлттық. Бірақ ол оны советтік, марксистік деңгейде канонизациялады бірінші рет. Жақсылық Сәбитов осы пікірді айтады, біздің жас тарихшыларымыз. Егер де дейді, Едіге кейін 44 жылы қудалауға ұшырамаса, Едіге тарихта бізден нөмір бірінші кейіпкер болды. 100 теңгеде Абылай хан емес, Едігенің суреті тұрар еді дейді. Едігені осы кезде Едіге тану жарысы күшті жүрді. Яғни 44 жылға дейін, 20 жылдан 44 жылға дейін Едіге танудың алтын ғасыр болды. Оқыған адамдардың барлығы Едігемен айналысты. Идеологиялық жағынан қарама-қайшы болса да, барлығы Едігені осы марксистік канонға сай қылғысы келді. Неге Едіге осы жерде басқа кейіпкер емес, неге Едіге? Себебі Едіге хан тұқымы емес. Хандармен күрескен және халықтың жадында елдің қамын жеген Едіге деген осы қанат сөздер кейін осы марксистік идеологияға пайдаланды. Бірақ нағыз марксистік еңбек Едігені марксистік Едігеге айналдырған ол Сәкен Сейфуллин болды. Атап айтсақ, ол өзі сөз басында ол да айтады: мен фольклормен арнайы айналыспас едім, роман жазғым келген дейді. Бірақ университетке сабақ берген кезде студенттерде осы қазақ әдебиетінің тарихын беретін кітап жоқ екен. Ол 32 жылы оқулық жазады қазақ әдебиеті деп. Кейін 34 жылы батырлар жинағын жазады. Неге ол жазуға мәжбүр болды? 27 жылы әдебиет тарихы деген еңбекті 10 мың данамен Мұхтар Әуезов жазады. Онда Едіге бар, Қобыланды бар, барлығы бар. Кейін алаш зиялылары қуғындалған кезде ол осы еңбекті не ол, не басқалар НКВД ма, оның тиражды жағып жүреді. Яғни біз алғашқы қарап отырсақ, адамдарға емес, фольклорда қуғындалып жатқан көреміз, репрессияға ұшырап жатқан. Осы кезеңде барлық біздің ақын жыраулар, сал серілер, олардың шығармашылығы марксистік мазмұнға өзгеріп жатты. Енді 34 жылы сөз басын бірінші Тайыр Жароков жазып береді. Тайыр Жароков жазады: бұнда да кемшіліктер бар, билер дәріптейді, феодалдар дейді. Кейін 34 жылы шыққан еңбек жалғасын табады. 39 жылы Сәбит Мұқанов батырлар жинағын шығарады. Бірақ кейбір ғалымдардың пікірі бойынша, ұмытпасам, Тұрсынбек Кәкішев айтты деймін, бұл еңбектің авторы негізі жинақтың құрастырушысы бірнеше жырлар жиналған Сәбит Мұқанов емес, Сәкен Сейфуллин дейді. 38 жылы Сәкен Сейфуллин атылып кетеді. Неге? Оның да өзінің тарихы бар. Академик Самойлович, Петербургтағы академик, түрмеге қамалып атылады. Негізі сталиндік советтік саясатта академиктарға тиіспейді. Бірақ тюркологтарды, түрколог ғалымдарды шпион ретінде көрсету үшін, дәлелдеу үшін үлкен балық керек болды. Орысша айтсақ, үлкен фигура керек болды. Сол үлкен фигура кім болу керек дегенде Самойлович таңдалады. Өйткені ол совет үкіметі орнағаннан кейін коммунистік партияны мойындаған адам. Ол күрес кезінде емес. Екіншіден, ол осы тюрколог. Жапон тыңшысы деп Сәкен Сейфуллинді жапон тыңшысы деп кетеді. Сөйтіп бізде Едіге ақырын Алтын Орда тақырыбы қауіпті тақырыпқа айналады. Бірақ Қаныш Сәтбаевты ұмытпау керек. Қаныш Сәтбаев осы тақырып бойынша өзі жазбаса да өзінің тобын құрастырады. Ол топта мысалға өзінің күйеу баласы Әлкей Марғұлан өзі де еңбек етеді. Әлкей Марғұланның айналасындағы адамдар. Мұхтар Әуезов сияқты бұрынғы алаштық топ осы жұмыс жүргізіп жатыр. 1934 жылы Қарсақбай кен орнында ол Алтын Шоқы деген жерде Қарсақбайская надпись деген атпен қалған
Әмір Темірдің жазуын табады, яғни сол дәуірге қатысты дереккөз тас жазу. Әмір Темірдің Тоқтамысқа соғысы 1495 жылы жазылған тас жазу. Осы кезең бойынша олар жұмыс жүргізеді. Атап айтқанда 43 жылы Әлкей Марғұлан Едіге эпосы бойынша монография жазады. Кейін ол осы 44 жылы қаулы шыққаннан кейін ол еңбекті өртеп жүреді. Ал 42 жылы соғыс кезінде жауынгерлер, батырлар Едіге үшін деп, отан үшін, Сталин үшін, Едіге үшін деген ұрандармен соғысады. Яғни Едіге Майданның да кейіпкеріне алады. 42 жылы Мұрын жырауды Маңғыстаудан Қаныш Сәтпаев, Нұртас Оңдасынов барлығы жауып алдыртады. Ақша бөліп. Ол бір айдан астам, 1,5 айдай Алматыда болып, одан Мәрем Хакімжанова сияқты эпос жинаушылар жазып алып, үлкен ерлік жасайды. Мысалы, Алматыда мен көрдім, Мұрын жыраудың қолжазбасы 350 бет. Ол үлкен тарихи мұра. 40 батыры Ноғайлы жылдар циклін сол миында сақтаған, жадында сақтаған, қалдырып кетеді. Ол Қаныш Сәтпаевтың көрегендігі түсінген, ертең айырылып қалатынымыз деп. Әлі де сақтап болды. Ғылыми айналымға тағы да зерттеп, комментарий жазып енгізу керек, талдау керек бұл еңбектерді. Осыдан кейін 44 жылы қандай өзгеріс болды? Едігені ұранғып тек қана қазақтар емес, татарлар да, басқа да ноғай халқы да Майданда ұранғып ұлттық сана сезім өсіп жатқанын байқайды. НКВД байқайды, қайта донесение, дөмалақ арыздар жазылады. Майданда және идеология саласында дұрыс жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ. Едіге бұл негізі дұрыс кейіпкер емес. Бұрын 43 жылы жазылған кітап, Едігені мақтап жазылған кітап, өздеріне өқ қойып тиеді. Осы Панкратова, Бекмаханов жазған кітап. Ал 43 жылы бұл Татарстанда жүріп жатыр. Неге Едігені қозғап жатыр? Себебі Сталинград майданы өтті. Кеңес әскерлері енді Беларусь майданынан шықты. Германияға бар жатыр. Яғни енді ішкі жағдайды реттеуге болады. Оған дейін Едігеге дейін олар қолдар тиген жоқ. Ал енді НКВД тағы басқа осындай жендеттер, идеологиялық жендеттер енді білек сыбана күресіп жатыр. Яғни халықтың ішінен жау іздеп. Едіге енді батыр емес, жауға айналды. Сөйтіп көптеген мақалалар шыға бастады. Едіге бұл феодал, оны зерттеп жатқан адамдар да феодалдар, халықтың жауы деп. Абу Бушени деп. Сөйтіп Едігені зерттеген ғалымдар қуғындауға ұшырайды. Бұл үлкен тежеуіш болды. Көптеген жылдар бойы Едіге біздің тарихымыздан шығып қалды. 80 жылға дейін, 70 жылы ұмытпасам, Мәлік Ғабдуллин еңбегінде ғана аталатын сияқты, 70-80 жылға дейін Едіге біздің тарихымызда, яғни батырлар жыры жинақтарында Едіге аты мүлдем аталмайды. Едігемен айналысу қауіпті болады. Осыдан кейін Қаныш Сәтпаев та Сусловқа және Жұмабай Шаяхметовке кешірім сұрап, мен қателестім деп жазады. Қандай уәж айтады? Мен Веселовский мектебінің өкілі ретінде Веселовскийдің еңбегіне қызығып, соның ықпалында қалып, Едігеге қызығып жазып қойдым дейді. Яғни Едігені зерттеу тарихшылардың, ғалымдардың тағдырына әсер етіп отыр. Ал Әлкей Марғұлан археолог қиналып кетті. Филолог ғалым эпосты ұмытып, ол енді кейін Беғазы Дәндібай, Андронов мәдениетін зерттеп, археолог ғалымға айналды. Яғни эпостанушы ғалымдар бізде Едігеден басқа кейіпкерлерге айналып, кейін осы эпостың тарихы осы аянышты оқиғаларға. Мысалы, біздің жерлес филолог ғалымыз Есмағамбет Ысмайылов та түрмеге айдалады. Едігенің
туралы жазған үшін, мақала жазған үшін. Ал едігені ақырын зерттеу осы бердің 80 жылдардың аяғында Әуелбек Қоңыратбаев сияқты ғалымдардың, соның ішінде Мұхтар Мағауиннің ұлы Едіге Мағауин үлкен зерттеу жасап, кандидаттық диссертация жазады. 94 жылы қорғалады. 93 жылы үлкен еңбек шығарады едіге бойынша. Едігенің нұсқасын қайтадан шығарады, Шоқан Уәлиханов нұсқасын. Бірақ Едіге Мағауин Шоқан нұсқасымен ғана жұмыс жасайды. Неге? Себебі қалған қолжазбалар тыйым салынып, қолжетімді болмады. Әлі де сол кеңестік салқынның инерциясымен оғанда зиян тиіп тұр Едіге Мағауинге. Едіге Мағауин әрине тамаша еңбек жазады, тамаша классикалық диссертация, ғылыми диссертация жазады. Кейін мәдени мұра бойынша Едіге эпостарын жинау қайтадан жүріп, мәдени мұра бағдарламасы бойынша бабалар сөзі 100 томдығы шығады. Сейіт Қасқабасов бастаған академик ғалым бастаған, Қарашаш Алпысбаева сияқты ғалымдар, Сәкен Сейілбеков сияқты филолог ғалымдар үлкен жұмыс жасайды. Соның ішінде 39 томы тура осы жалғыз Едігеге арналады. Қалған мысалы 50-ші, 88-ші томдарында осы Едігеге қатысты тағы да үзінділер бар. Бұл үлкен көлемді еңбек. Сонымен қатар 2020 жылы Дала фольклорының антологиясында 1-ші томында, 9-ші томда қайтадан жарыққа шығады. Едіге оған дейінді 96 жылы және 99 жылы Оразгүл Нұрмұхамедова фольклорист ғалыммен де шығады, бірақ ол жинақтарда кішкене кемшіліктер болды, дәлсіздіктер, қателіктер болды. Ал кейінгі Едіге жырының жинауында үлкен жетістікке лайық деп аталатын жинақтар шықты. Қазір кезеңде Едіге бойынша зерттеулер көп жүргізілуде. Соның бірі отандық ғалымдарды айтуға болады. Мысалға, біздің өзіміздің жерлесіміз, қазір Астанада тұратын екі ғалымыз бар. Айболат Қайырсламұлы Көшкімбаев, тарих ғылымының докторы, профессор. Осы Алтын Орданың әскересі бойынша докторлық диссертация жазған. Қазақ әскери өнері бойынша кандидаттық диссертация жазған. Білікті, өте әлемдік деңгейдегі ғалым. Осы Едіге жыры осы Ақорда ұғымы бойынша, оны зерттеу бойынша дереккөз ретінде пайдаланған алғашқы ғалымдардың бірі. Тарихи дереккөз ретінде. Сонымен қатар тарихи дереккөз ретінде оны Едігенің второстепенный персонажы деген 2019 жылы біздің жерлес тарихшы Жақсылық Сәбитов деген тарихшы ғалым еңбек шығарды. Ол бір ерекшелігі Едіге эпосындағы Едіге емес, оның екінші дәрежелік персонаждар шынында да тарихи кейіпкер тарихта болғанын дәлелдейді. Әртүрлі тарихи дереккөздерді салыстыра отыра. Сонымен қатар Едігені зерттеп жүрген татар ғалымдар, ресейлік ғалымдар да бар. Мысалға, солардың ішінде бірге өзімнің ғылыми жетекшім Вадим Венсерович Трепалов. Бұл кісі Нугайская Орда атты үлкен еңбек шығарады. Осында ол Едігенің шығу тегі, Едігенің билікке келуі, оның саясаты бойынша және оның өзі опыт чагатайской эмиграции деген керемет мақала шығады. Осы мақалада ол Едігенің хандарды қуыршақ ретінде қойып, шахмат фигуралар сияқты пайдалану тәжірибесін ол Әмір Темірден алды дейді. Өйткені жас кезінде ол Әмір Темірге барып, Әмір Темірдің хан емес, хандық титулда емес, хандарды қойып, Тоқтамысты қойып,
осындай ойын жүргізіп жатқанын көріп, оның ойында да осындай идея келді дейді. Мен Алтын Ордаға билікке келіп, осындай адамдарды қоямын. Беклербек бойынша оның мақаласы бар осы Трепаловтың. Яғни едіге бұл жалғыз емес. Осындай тәжірибені қолданып отырған Әмір Темір, оған дейінді мына Беклербек, екі Беклербек атақты осындай хандарды пайдаланып отырған. Тарихта Роман Юлианович Почекаев деген ресейлік тарихшы оларды кингмейкер дейді. Яғни корольдарды немесе хандарды жасаушы дейді. Тасада тұрып хандарды қойатын. Ол Қият Мамай, ол Ноғай сияқты тарихи кейіпкерлер осындай хандарды қойып отырды дейді. Сондықтан да едігенің біз енді ажыратуымыз керекпіз. Бұл жаңағындай тарихта бұл едіге қандай болды? Аңыз, яғни аңыз едіге, және тарихи едіге. Тарихи едіге барлығымызға былай ұнамауы да мүмкін. Себебі ол орысша айтсақ Аристотельдің терминімен саяси жануар, политическое животное дейді. Ол өзінің саяси мақсаттарына қол жеткізу үшін құралдарды, ресурстарды таңдамаған. Политика, искусство возможно деп. Ол бірде Тоқтамыспен, Тоқтамыс едігемен бірігіп Әмір Темірге қарсы болған, Тоқтамыспен Темір бірігіп едігеге қарсы болған, едіге мен Темір бірігіп Тоқтамысқа қарсы болған. Менің жауымның жауы маған жау емес деген принцип осы жерде көрінеді. Едіге әрине оның Алтын Орда үшін әрине үлкен фигура екені белгілі, яғни қуатты болды. Бірақ біз әрине оның өмірде қандай адам болды деген кезде біз оны әрине судан таза, сүттен ақ адам болмаған білуіміз керек. Әрине ол бірегей тарихи кейіпкер. Ал едіге жыры, едіге эпосы осы тек қана едіге емес, ол осы біздің халқымыздың тарихын баяндайтын бірегей тарихи дерек көзі. Тағы да неге маңызды осы тарихи дерек көздер? 1969 жылы МИК деген еңбек шықты алматылық ғалымдармен. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих институтында материалы по истории казахских ханств деген еңбекте парсы дерек көздерін қазақ хандығының тарихынан деректер беретін дерек көздерді біріктіріп, оларға комментарий жасап, 600 беттен астам көлемді еңбек жазады. Осында ол Вениамин Петрович Юдин деген көрнекті ғалым осы қазақ хандығының тарихына ауызша халықтың аузынан жазып алған, бірақ жазбаша деректерді пайдаланады. Ол кейін оған өзінің мақаласы еңбегі шығады, үлкен еңбегі. Кейін 1992 жылы Чингизнаме деген еңбекте біріктіріп шығады. Қайтқаннан кейін бұл ғалым өте сирек кездесетін ғалымдардың типі. Ұлы Отан соғысынан кейін, немесе Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Алтын Орда тақырыбы тыйым салынған тақырып. Одан сен ғылыми карьера жасай алмайсың. КПСС тарихын жазбасаң, сен кандидат ғылымы тарих ала алмайсың деген сияқты. Екіталай деген сияқты. Ол өзінің таза қызығушылығын өтеу үшін Алтын Орда тарихын зерттеді. Яғни шынайы ғалым, шынайы тақырыппен айналысты. Сөйтіп ол Алтын Орда тарихын ең мықты жазған ғалымдардың бірі қазіргі таңда. Сол Чингизнаме сияқты Өтеміс Қажының немесе Қадырғали Жалайыридің Жамиат Таварих атты бір кезеңде жазылған. Мысалға, Өтеміс Қажы шамамен 1485 жылдары, 90 жылдары жазылса, ал Жамиат Таварих Жалайыридің 1506 жылдары жазылған. Аралары 20-30 жыл жарылған,
тілдер бір. Шағатай жазуында жазылған. Екі тарихшы да өздері жазбайды. Олар халықтың аузынан естіп жинаған. Сондықтан оған степная устная историология деген ат береді, термин береді. Және үйден айтады, қары жазу дейді. Немесе кәрі сөз, қары сөз дейді. Немесе кәрі сөз деп атайды. Қазақ даласында осындай дәстүр болған дейді. Кәрі сөз немесе қары сөз, ауызша деректер. Бұл деректер, ауызша деректер жырларға негіз болған дейді. Яғни едіге эпосы қайдан сусындады? Осындай кәрі сөздерден. Яғни ол эпосты бір ақын шығарған жоқ. Халықтың өзінің рухани потенциалынан, әлеуетінен шыққан туындылардан пайдаланып, содан өзінің рухани шөлін қандырып, осындай туындылар қалдырған бірегей. Яғни эпос өзі бір халық ауыз шығармашылығы, оған негіз болған деректерде халық аузының шығармашылығы. Сондықтан да бұл өте құнды дерек көздер деп атауға болады. Жалпы алып қосарымыз осы едіге жыры өз зерттеушісін әлі күтуде.